Қазақ тойы дегеніміз өзінің дәстүрімен өтетін негізгі тақырыпты қамтып және сол тақырыпты ашатын туыстардың жиын кешін айтуымыз керек. Өкінішке орай қазіргі біздің тойларымыз неге өзінің сол дәстүрлі мәнінен айырылып қалды? Өйткені естеріңізде болса, осыдан бірнеше жыл бұрын жаңа жылдық корпоративті кештер болатын. Ол кезде әртүрлі мекемелер жиналып, сол мекеменің басшылары сөйлейді. Қалған уақытта ортада бүкіл ұжымдар, топтар шығып, ән айтады, би билейді, ойын ойнайды, жарыстар болады. Сондай кештер өтетін, демалыс кештері. Біздің соңғы кездегі тойларымыз сол корпоративтің ішкі элементтерін алып, қазақтың дәстүрлі тойына екеуін кіріктіріп қойды. Дәстүрлі той дегеніміз не? Ол мән мағыналы тілектер, той егесіне жақсы сөздер, баталы, дәстүрлі тойбастарымыз бар. Осындай біздің ұлттық құндылықтарымыз орындалатын кеш болу керек еді. Енді қазір жаңа айтып отқанда корпоративтің элементтері кіріп, сол біздің дәстүрмен жаңағы ойын сауықтардың көптігі біздің тойымыздың уақытысын дұрыс жүйелі алмай отырмыз. Және бір ойланатын жағдай, қазір үлкен бар, жастар бар, барлығы осы тойды қазіргі болмысымен дұрыс деп қабылдап жүр. Сол жерде енді өзіңіз қараңыз, өзі жылына неше адам өмірінде бір болатын той болады. Сол кезде келіп, мән мағыналы тілек айтылмаса, ол кісінің еткен еңбегі, баласының жасап отырған тойын қандай еңбекпен жасады, ол ертең сол отауды сақтап қалу, отбасын ары қарата дамыту, осы еңбекті атқарған ата-анасына өзінің әулетіне кір келтірмеу деген сияқты мәселелер тойда айтылмайды. Сондықтан да біздің жастарымыздың өкінішке орай көбіне отауын сақтай алмай жатқанына да осы тілектердің тойдағы келеңсіз жағдайлар, керек емес мазмұнсыз дүниелердің кері әсері тиіп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан да менің ойым, біз тойды корпоративтен ажыратып алуымыз керек. Той тапсырыс берілген кезде бірден сұрау керек: сізде корпоратив кеші болады ма, жоқ әлде дәстүрлі той болады ма? Дәстүрлі той болса, мен мына жобаны ұсынамын. Корпоративті сауық кеші болады десеңіз, онда сізге мынандай әртістерді және мынандай ойындар ұсынамын деп асаба соны нақтылап кешті анықтап алу керек деп есептеймін.